Toyota Camry 50 SE 2014 $7,000 сап тұр. Мінекей. Ана айтады ғой 40-тың бағасына, ойбай 45-тің бағасына шыттай жанып тұрған 50 деп. Сондай айтатын 50 ғой бұл. Бұны қазір $5,500 берeceğim деп тұр. На самом деле бұл машина дайындалмаған, удар мына жағынан болған. Одан кейін круг лак шашып тастаған. Круг лак шашып тастаған, даже невооруженным глазом видно дегендей. Моторларда жуылмаған, паралар полировка жасалмаған. Дәл сол күйінде тұр. Даже краскалерінде как попало шашқан мынандай. Мынандай брызговиктеріне барлығына краскалерін бәрі шашып тастаған. Бұндай варианттарды мен шынында кейін бұндай варианттарды қарамаймын да, ұсынбаймын да. Себебі бұны алғаннан кейін білмеймін енді, бұны для себя бір ауылға қораға мінуге алмаса, ондай вариантқа болады, конечно. А так полный крашеный машина деп есептеледі ғой. Салоны қара, AC комплектация. Так, салон көрсете кетейін. Солай жалпы. Hyundai Sonata 1.6. Панорамная крыша, комплектация жақсы. Bose акустика. $14,900 сап тұр. 2021 жылға. Так, пробег қанша мың? 60,000 майл екен. 60,000 майл. Turbo GTA. Bir 50 SE комплектациясында 2013 жылға 87 майл жүрген VIN коды. Сап тұрған бағасы $8,500 дейді. Люк кожа комплектациясы. Ашылды. Подогрев сиденье өздері орнатып қойған. Өздері болғанда Америкадан орнатылған, заводтан емес. Так. Ішкі салоны былай дұрыс, енді Carfax'ын қарау керек. Қойлардың состояниесі, в принципе, қатты жаман емес. Қатты жаман емес. Camry 50 сұраған кісілерге SE комплектациясында бағалары осындай шамамен. Бұл енді базардағы бағалар. Тағы арғы сауда осы керек, іздеу керек, қарау керек дегендей. Қазір тағы бұнда VIN кодын көрсете кетейін. Жаңа көрсетпеген сияқтымын. Так, VIN коды. Бұны 2012 екен. Так, Mercedes 222 2018 жылғы 560 S560. Почти полная комплектация, да? Так, повреждение бұл жерде минимальный утоппен келген. Барлық родной краска. Так, под майбах диск салынған. Комплектациясы өте жақсы. Акустика. И мына жерде төрт кнопкамен, дизельный салонмен. Так, 93 мың километр бұл жерде пробег. Панорамная крыша. Так.
задний оттаманка майбах стилінде подножкілермен және де столиктермен телевизор, шторка, память сиденья барлығы бар. Обдув, подогрев. Кімге керек? Бағасы $53,000. Еще торг бар кішкене. 2018 жылға по ВИН-коду. Алдына бронь пленка ұрған и антихром полный жасалып қойған. Машина дайын күйде. Айдалып жүрген машина осында. Для себя алынған. Toyota Camry 50 XLE комплектациясында шампан цветінде. Шампан деген более золотистый цвет. Так, бұның 2014 жылға 100 000 майл жүрген. Заводская краска. ВИН-кодын көрсете кетейін. ВИН-коды. Еще светлый. Люк. По Carfax'у тек артқы бампер дейді. Оны артқы бамперде басқа шерін боялмаған дейді. Бағасы $8,500. $8,500 стартовый ценасы. Арғайты саудаласы көрік. Осылай. Келесі Subaru Outback. 166 майл жүрген 2013 жылға лимитед комплектация 2.5 мотормен. Мокрый асфальт үстінде. Қазір ВИН-кодында көрсетіп үшін салон көрсететін болам. Бағасын жаңа жерге жаза кетем. Так. Салон көрсете кетейін. Так, лимитед комплектация. Так, салонна көтім ұсақналар першива еткен сияқты өзің кемес мұны. Мыналар першива етіп сапты салон. Ар жағында мына жерін дұрыс түкпеген екен. Жалпы басқа жағына келгенде өзінің пробегіне сай болып тұр салон. Арт жағын көрейік. Бірақ арт жағы жақсы екен. Алдына қарағанда арт жағы более жақсы екен. Так, люк бар. Осылай. Так, келесі Subaru Outback. 2021 жылға 68 000 майл жүрген 2.5 мотормен. Бұл да мокрый асфальт үстінде. Так, салон, светлый салонмен. Комбинированный қара түспен. Ашық екен. Так. Большой монитор. Push-start. Люк барлығы бар. Бұның да бағасын жазып бере қойым. Подогрев задних сидений. Так, ВИН-кодын түсіре қойын. ВИН-код бойынша 21 жыл. Память сиденья. Так, 68 000 майл жүрген. Келесі Toyota Camry 70. Жақсылап дайындап қойған. Так, бұл жерде 2018 138 майл жүрген 2.5 мотормен таза по ВИН-коду 2018. Так, 138 майл жүрген. Іші кішкене шаршаңқырап қапты.
бағасында біліп жазып кететін болам. Қара түсті. AC комплектацияда. Капотын ашып қояр жоқ екен. Значит, ауылдан болған шығар олар. Онда Винкодтан қарай жатамыз. К5 2019 жылы 2.4 мотор 83 майл жүрген. Так, базовый комплектацияда $7500 дейді. Базовый болғанда средний комплектация. Так, Виллюрда, Винкоды 2019. Так, ручной. Так, датчик слепых зон, удержание полосы, 83 майл, большой монитор, артқы салоны. F комплектациясы. К5. Жетпіс AC комплектацияда. Капоты мына жердің ішінде залондар бар екен. Алдан болған жатулар. Так. 2018 81 мың, 2.5. Винкоды. AC комплектация бұлда. Так, пробеги 81 мың майл. Состояние более дұрыстау екен. Қараға дұры қарағанда. Осындай варианттардан бар. Қазір қазақ жігітті тексеріп отыр жақтан. Оларда өздеріне жақсысын қарап жатыр. Так, екіншісі 2019 98 майл 2.5 мотормен. Так, бұл да AC комплектацияда. Так, Винкоды. По Винкоду 2019. 98 мың. Subaru Outback 2017 $9,000 рестайлинг. Винкод особо не видно, да? Вот так. Так, Camry 55 $9,500 2015 жылға. Винкод. Келесі. Camry Винкод 18 $14,500 2.5 AC комплектация. Так, X5 F15 2016 жылға 3.0 объеммен 88 пробег, коричневый салон, М-обез полностью, М-пакет, М-руль. Так. Винкода. Винкод. Так, следующий. Ага. X5, F15, $21,500. Полный М-пакет 3.0 2016 жылға. X-Drive. Полный привод. Полный М-обвес. Так, комплектация тоже хорошая. Так, черный салон. Вот так вот. М-пакет, М-руль. Так, осылай. Проекция, все есть. Панорама еще. Toyota Camry 70 2018 жылғы SE комплектация. Так, сұрап тұрған бағасы $13,500 дейді. $13,500. Машина утопленник, мына жерге дейін суға батқан. Қалған деталінің барлығы өзінің родной. Міне Винкоды. Цвет салона серый. Пробега
53 мың майл. $13.500. Если комплектация полностью родной окраской. Так, келесі. Так, келесі 2018, тоже AC комплектация. Люкпен бұл жерде. Так, у нее цена какая сказали? Сколько у нее цена? 13500. Тоже 13500. Так. Вин-кода. Сері цветті салонмен 77 мың майл. Так, бұның люгі бар. Артықшылығы. Салондары таза, в принципе. Бұның вин-кодын қара көрі, қараған жоқ біздері. X5 2014 жылға 3.0 авиамен $15.000 крайний деп тұрған. Так, М-руль, М-пакет, сиденье қара салонмен, уже переодеты на М-ку. Полный М-абис киіз қойған уже. Люк. Полный привод. Келесі К5 2022 жылға 1.6 $16.900. Так, GT Line комплектация, но панорама жоқ, 360 градус жоқ. Пробег жабық тұр екен. Ақ түсті. Вин-коды. Так, пробег жазылмаған екен. Toyota RAV4 шоколадный цветтегі 2015 жылғы январь $10.200. Это стартовая ценасы, еще торг бар. 84 мың майл, полный привод. Базовая комплектация, да? LA комплектация. По Carfax'у удар алдынан болған. Так, салон көрсетіп жіберейін. Вин-кодымен қосып. Так. Вин-коды. Велюровый салон. Полный привод. 83 майл. Крутилка. Так, подогревтері жоқ. Салон, в принципе, таза. Салон пробегіне сай болып тұр. Багажник. $10.200 это стартовый цена, стартовый уже торг бар. Нормально саудаласады. Базарға қазір кірді. 1 сағат көлемінде болды. 1 сағат көлемінде кірді. Кіргенде 1 сағат болды. Жалпы осы. Kia Sportage саған кісілерге Kia Sportage түсіп кетейін. Надан бастап кетейін. 2021 жылға $10.800 жапты. 51 майл жүрген 2.4 объеммен. Утопленник. Суға батқан яғни. Так, вин-коды. Вин-кодын көрсете кетейін. Так, по вин-коду 20 жыл 3 ай.
базовый комплектацияда монитормен, пробег 51 мың майл, еще полный велюрмен, удержание полосы бар. Іштері таза дайындап қойған. Бастапқы бағасы саудаға шығу тағы да болады. Запасқысы жерде жоқ екен. Или тазалығын шешіп алған өздері. Так, келесі Kia Sportage. Бұл 2021 $12,300. Бұның алдынан болғандар. Carfax бойынша 50 мың майл, 24, полный привод. Так, полный привод. Тоже базовый комплектацияда. Велюровый. Так, 50 мың майл жүрген. Так, камера заднего вида. Полный привод. Большой монитор. Велюровый салон. Салоны. Жаңа вин-кодын тағы көрсете кетейін. Вин-коды. Вин-код бойынша 21 жыл. Так, келесі үшіншісі. Үшінші Sportage. Бұл мына крыладан болған. $13,800, 21 жылғы 16 мың майл жүрген. 16 мың майл. 2-4 объеммен. 2-4 объеммен. Бұл да полный привод. Полный привод. Тоже базовая комплектация. Велюровый салон, да? Монитор. Бұл жерде 16 мың майл. Пуш-старт. Удержание полосы. Мультируль. Салон барлығы жақсы. Состояниесі өте жақсы мамын. Kia Sportage салон кісілерге арнайы түсіріп жатырмын. $16 мың майл. Тағы да саудасын түсіруге болады. Саудасын түсіруге болады. Только мына крыла бойылған дейді. Carfax'tan қайыздарымыз. Көрін түсіруге дейін. Вин-коды. Так, по вин-коду 21 жыл, 11 ай. BMW F30. Так, полный М-пакет кигізілген, 2.0 объем, 2014. Так, пробег ішіне жазылмаған. Бірақ енді чисто вид жасап тастаған. $13,500 дейді. F30 бұл жақта қатты бағаланады, өздері көп мінеді, бізде приора сияқты. Сол себепті өздерінде де қымбат. Бірақ Америкадан арзан келеді. Құрметті көрермендер, сіздер сұрап жатасыздар, Альфард, Вильфайр, жаңағы эстималар бар ма деп Грузияда. Грузияда бар, иә, міне. Бұлардың бағалары уже алып тастаған. Бұлар өздеріне учетқа тұрмайды. Біз жаққа заңды түрде өтпейді, сол себепті бұлардың бәрі уже музей болып жатыр бұл жерде. Ешкім алмайды. Сол себепті музей болып тұр бұлардың барлығы. Даже уже ұзақ уақыт тұрғаннан терезелерде көрінбей қалған.
бұлардың бәрі тізіліп тұр. Праворульный машина, леворульный машина. Уже 2014-тен ескі машиналар өздеріне учетқа тұрмайды. Заңды түрде мыналар ешқайда бізге қарай өтпейді. Енді кезін через Армения тасып еді. Ол вариантта жабылды. Сол себепті бұлардың барлығы осылай қалды. Сол достар. Бұны кішігірім жай сіздерге информация үшін көрсетіп кетіп жатқан. Это Sequoia қазір келіп жатыр. 2023 жылғы по стикеру. Пин-код 3.4 гибрид. Комплектация жирная. Ұсап тұрған баға $110,000. Бағасын қойып отыр. Кіші сиденье. Барлығы жасап тұр. Жақсы жағдайда. Это пробег какой нет? 17 тысяч километров. В километрах, да? Указано. Да. 17 мың километр. 17 мың километр өткен жылы аукционнан келген болатын бұл. Кете бір жарым апта бұрын ба, 2 апта бұрын ба аукционнан келген болатын. Состояние өте жақсы. Кімге қажет? Панорама. Аукционнан осының состояниеде келді бұл. Ешерінде саған жоқ. Қазір сатылымға шығарды. Limited комплектацияда. Сейчас смотри, она тебе 3400 выиграл 3000 дорога, это тебе 6400. BMW F10 3.0 объеммен М-пакетте заводской. Сап тұрған бағасы окончательно $12,000 дейді. Қазір оталдарды көрсетіп мұңыз. Состояние жақсы, Манхеймнен алған. Бұл жерде тек платный винкодын көрсіп кетейін. Только платный Carfax'тан ғана шығады. Удар бұл удар болмаған, как его, передник бампер қойылған. Себебі жаңа контейнерде кетіп алған екен. Сол себепті передник бампер ғана қойылған. Қазір көрсетіп шықтым өзім. Барлығы родной окраста люкпен. Бұл жерде жетпей тұрған жаңағы ломающий сиденье. А так проекция барлығы М-комплектацияда заводтан. Рулын перешивай еткен. Пробегі 136,000, 136,000 километр. Қоған километр емес, майлда негізінде заводской. Бірақ мына жерде уже километрге өзгертіп қойған. Аукционнан негізі майлмен келген 136,000 майл. Мына жерде бірақ километрге өзгертіп қойған. Километрмен 136,000 көрсетіп тұр. Вот так вот. Вот. Кілті. Талдырып көрсетеміз. Бұл жерде русификация жасап қойған. И мынаны километрге өсіріп қойған. Бірақ мынау негізі 136,000 майл. Только майларын ауыстыру керек. Оба кабинетінде есть. Қазір машина кішкене қыссын, сосын Это багажник. Багажник приводпен. Чисто.
лобовой өзінің емес, лобовой ауысқан. Қалғанның барлығы өзінің оригинал. Барлығы ауысқан. Шиналар ауысқан, жақсы шиналар тұр. Қалпақтар кигізілген. Мына жерде прошивка ештеңе жасалмаған, стейдж ештеңе жасалмаған, только завод күйінде тұр. Осылай. Қызық көрсін, сосын жүріп көреміз ары бері. Так, машина более-менее қызды. Заднийдан алдына ауыстырған кезде сәл переключениеде сөйтіп толчок бар. Соңғы қарағанда подушкасын ауыстыру керек. Акустика хорошая тут. Harman Kardon. Жалпы осылай. Стейдж жасалмаған. Бұндай Sonata 2015 жылғы $7500 сұрап тұр. Қазір келіп тұр 2.0 объеммен. Так, полностью родной окраскаде. Sport Edition комплектацияда, бесключевой доступ, датчик слепых зон, PCM датчик. Так, одан кейін барлығы электрический. Так, вин кодын көрсете кетейін. Полностью кожаный салон. Механический повреждениемен келген. Монитор, подогрев, push-start. Так, артын көрсете кетейін. Машина жақсы, короче, без краски. Так, вот. Полностью кожаный салон. Состояниесі жақсы. Состояниесі жақсы. Көк цветте. Так, курс түсті. Қазақтар келе бастады. Қазақтар уже көп базарда. Алып отыр, сауда болып отыр. Мен қазір көрсетіп жатқан машиналар уже мгновенно, моментінде сатылып кетіп жатыр. Сол себепті алып үлгеріп қалыңыздар. Машиналарда өте көп вариант, көп. Ұнаған варианттарыңызды, ұнаған машиналарыңызды сұрап жаза беріңіздер. Сіздерге осы жақтан машинаны жіберуге көмектесеміз. Жақсы машиналарды таңдап аламыз.